Мешіт тазалап баспаналы болған кісінің ықыласы. Оның жаны сұлу еді. Таныс имамның аузынан осы оқиғаны естігенде, шын мәнінде Алла сендердің түрлерің мен сырт көріністеріңе қарамайды, алайда жүректерің мен іс-амалдарыңа қарайды деген хадис еске еріксіз түсті. Сонымен қатар, бір ізгі адамның аз амалды ниет көбейтеді, көп амалды ниет азайтады деген сөзінің мәнін терең түсінгендей болдым. Ғибратты оқиғаны имамның сөзімен баяндайын. Ол жігіт үнемі өзімен бірге шағын қорап алып жүретін. Оның ішінде аяқ киім тігетін құрал саймандары болатын. Жаздың ми қайнатар 40 градус аптап ыстығы мен қыстың қатты аязында да аяқ киім тігіп, нәпақасын табатын. Қолына қарасаң, тесілмеген жері қалмаған. Өзіңіз ойлап көріңізші, таңнан кешке дейін үшкір әрі өткір бізбен жұмыс істеген адамның қолы қалай тесілмесін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кәсіптің ең қайырлысы ықыласпен еңбек еткен жұмысшының қол еңбегі деген. Алла елшісі тағы бір хадисінде көп жұмыс істеп, қолы әбден күс болған адамды ерекше мақтаған. Әлгі жігіт сондай мақтаулы жанның бірі болсын деп тілеймін. Оның қалай және қандай жағдайда өмір сүріп келе жатқанын жақсы білемін. Аядай ғана бір бөлмелі жатақхананы жалдап тұрады. 6 қызы бар. Кішкентай ғана бір бөлмеде толық жуынуға мүмкіндік жоқ. Өзінің өмірі мен тұрмыс жағдайы туралы шағым айтқан емес. Үнемі күлімсіреп жүретін. Үйге нан апарсам, 6 қызым 6 жақтан жылмалап, әп-сәтте тауысып қояды. Сөйтіп шайды нансыз ішуге тура келеді, деп жымиып, қыздарының қылығына риза болып отыратын. Барға қанағат, жоққа шүкір айта білетін адам бар ма деп сұрағандарға ойланбастан сол жігітті көрсеткен болар едім. Ыстық күннің астында жұмыс істеп, әбден қарайып кеткен. Оны көрген сайын бір ғұламаның, сұлу адам үнемі жақсы болып көріне бермейді, ал жақсы адам үнемі сұлу болып көрінеді деген сөзі есіме түсе беретін. Оның жаны сұлу еді. Маңдай терімен ризығын теріп, 6 қызын асырап отырған ол әр бейсенбі сайын түнгі құтпан намазынан кейін мешітке келетін. 6 қызы және жұбайы әйелдерге арналған дәретхананы, ал өзі ер кісілерге арналған дәретхананы тап-таза етіп жуып қоятын. Жүрегім түрлі кірден тазарса, бейсенбі күні құтпан намазынан кейін мешітте 2-3 сағат отырып кітап оқитын әдетім бар. Оның үстіне жұма уағызына дайындаламын. Уағыз тақырыбына қатысты кітап оқып отырған сәтте есікті біреу ақырын қақты. Әдепті кісілерді есік қаққаннан ақ білесің ғой. Ашып қарасам, әлгі кісі екен. Ол бізбен сөйлескенде көзімізге тіке қарамайтын. Ақырын ғана басын төмен түсіріп, имам, ер мен әйелдер дәретханасын тап-таза етіп жуып қойдық. Сізге бір өтінішім бар еді. Өзіңіз білесіз ғой, біздің жатақханада жуынатын бөлме жоқ. Осы мешіттен душ қабылдап алсақ бола ма деп сұрады. Оның әдепті әрекетінен, сұрағынан қатты қысылып кеттім. Әрине болады, дедім еш ойланбастан. Аллаға шүкір, мешітте душ қабылдайтын керемет жағдай жасалған. Жұбайы мен қыздары әйелдерге, өзі ерлерге арналған душқа түсіп алған соң арнайы келіп тағы да рахметін жаудырып, ризашылығын білдіріп кетті. Ол мешітке жиі келіп жамағатпен бірге намаз оқитын. Бір күні намаздан кейін көріп қалдым да жеке шақырып, кез келген уақытта шомыла бер. Дәретхананы тазалау шарт емес дедім. Оның маған берген жауабы мынандай болды. 6 қызым, әйелім және мен. Жалпы 8 адам жуынып мешіт суын пайдаландық. Ертең о дүниеде есеп күнінде мешіттің пайдаланған судың сұрауы болған сәтте, оны дәретхана тазалаумен өтедім ғой деп айтпаймын ба? Мешіт суының ақысын сұрамау үшін дәретханасын тазалап тұруым тиіс. Оның маған берген жауабына, тақуалығына тағы да қатты тәнті болдым. Осыдан кейін мынандай ой келді. Расында кез келген базардағы дәретханаға кірсең ақшасын төлейсің. Ал мешіттің суын, жарығын, жылуын ешқандай сұраусыз жыл 12 ай тегін пайдаланамыз. Оның ақысын ешкім сұрап жатқан жоқ. Мешіттің суын пайдаланғаным үшін деген ниеттен
аз да болса садақа жәшігіне тиын тастап кетуге болады ғой. Бір күні сол жігіттің 150 теңгеге сабын сатып алып, оны мешіт дәретханасына қойып жатқанын көріп қалдым. Оның орнына 3 нан сатып алып, 6 қызыңды қуандырмайсың ба? Десем, имам, бүгін бейсенбі, ертең жұма. Қасиетті жұма күні мешітке намаз оқуға келген мұсылмандар дәрет алып, осы сабынмен қолындағы кірді кетіреді. Сабын қолдың кірін қалай кетірсе, Алла тағала менің осы кішкентай амалымды қабыл етіп, жүрегімді түрлі кірден тазалауын тілеймін, соны үміт етемін деп жауап берді. Оның бұл сөзіне не дерімді білмей абдырап қалдым. Жігіттің ықыласы жүрегімді елжіретіп жіберді. Осы оқиғаны мешіт жамағатына айтып бергенімде, араға бірнеше күн салып бір демеуші азамат ол жігітке үй алып берді. Бәріміз өзіміз ұялғандай қатты қуанып кеттік. Алайда ол жігіт маған өз ренішін білдірді. Имам, мен бұл амалды Алла разылығы үшін жасап жүрген едім ғой. Біреудің үй алып беруін де дәметпедім. Бұл ісімді жамағатқа айтып бергеніңіз жөн болмады. Кез келген мұсылманның ешкім білмейтін, Аллаға ғана ұнамды бір амалы болу керек қой. Алла үшін істеген амалдарымызды адамдар білмей-ақ қойса екен деді. Құлшылық құсының қанаты. Сол сәтте қатты қысылғаным-ай. Көпшілікке ғибрат болсын деген ниетпен насихат ретінде айтқаныма бір жағынан қатты ұялып кеттім. Жігіттің ықыласына тағы да тәнті болдым. Ғалымдарымыз, ықылас мына нәрседе анық байқалады. Халықтың мақтауы мен даттауына көңіл бөлмеу деген екен. Ол халықтың мақтауы бұлай тұрсын, тіпті бұл амалын өзгелердің білмеуін қатты қалаған екен. Осындай тақуа жандардың игі істері бізге де үлкен сабақ. Ізгі адамның ықыласпен жасаған амалы рухани қуат береді. Имам сөзін осылай түйіндеді. Бірде Айша анамыз, Алла одан разы болсын, кедей-кепшікке садақа берген сәтте міскін рахметін айтып дұға жасайды. Сол кезде Айша анамыз да оған дәл сондай дұға етеді. Одан, адамдарға жақсылық жасайсың, әрі оларға дұға етесің. Мұның себебі неде деп сұрағанда, оның мен үшін жасаған дұғасы менің берген садақамның ақысы болуынан қорқамын дейді. Берген садақамның ақысыз, таза болуын қалаймын, және оның сауабын тек Алладан ғана үміт етемін. Сондықтан міскіннің маған жасаған дұғасына мен де қайталап дұға етемін деген екен. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, Алла тағала шынайы ықыласпен және оның разылығы үшін жасалған амалды ғана қабыл етеді. Біз баяндап өткен жігіттің ықыласпен жасаған ізгі амалы Алланың құзырында қабыл болғай. Жәлелуддин Рубин былай дейді екен: сенің барлық іс-әрекетіңе ықылас қажет. Сонда ғана Алла тағала жасаған сауапты істеріңді қабыл етеді. Өйткені ықылас құлшылық құсының қанаты. Сен қанатсыз бақыт мекеніне қалай ұшпақсың? Алла тағала баршамызға аз да болса тұрақты түрде ықыласпен ізгі амал жасауды нәсіп еткей. Әмин.